Ассалаумағалейкум, тұлпар кезет арнасының құрметті көрермендері. Бүгін біз Шымкент қаласы автокөлік базарына келіп қалдық. Егер де түсірілім ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып бізбен бірге болыңыздар. Так, достар, алдымызда Golf автокөлігі 2006 жылғы 2 500 мың сұрап тұр. Срочно деп қойып, телефон номері. Көлік механикалық қорапта. Көліктің жалпы сыртқы шанағы өте жақсы. Келесі Nissan автокөлігі 2003 жылғы 3 куб 3 миллион 100 мың сұрап тұр. Телефон номері. Қорабы автоматтық. Көліктің сыртқы шанағы жалпы жақсы. Так, келесі Nexia 1 автокөлігі. Орыс учет екен көлік. Онда түсіре кетейін, 2006 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлігімен срочно деп қойыпты. 675 мыңға телефон номері. Келесі қазақ учетта Nexia 1 автокөлігі 1 800 мың сұрапты. Телефон номері. 2006 жылғы көлік 1.6 қозғалтқыш көлігімен 1 800 сұрап тұр. Сатылып кетті? Сатылып кетті ме? Білмедім, егесін сұрап көріңіз. Көліктің жалпы сыртқы шанағы жақсы. Келесі осындай бір көлік бар екен. 93 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлігімен 2 миллион 300 мың сұрап тұр. Телефон номері. 2 миллион 100-ге болады. 2 миллион 100-ге болады дейді, болар жер. Так, ВАЗ-21 15 автокөлігі 2005 жылғы 1 миллион 300 мың сұрап тұрған бағасы. Телефон номері 777 243 13 53. Көліктің сыртқы шанағы жақсы. Келесі Audi автокөлігі. Audi 104 кузовында. Көлік 93 жылғы 2.8 қозғалтқыш көлігімен 2 миллион 700 мың сұрап тұр. Телефон номері. Көліктің қорабы механикалық. Хабарласып көріңіздер. Kia Sorento 2012 жылғы 2.4 қозғалтқыш көлемімен 8 миллион 700 мың сұрап тұр. Телефон номері көрсетілді экранда. Қорабы автоматтық көлік жабық екен, шын сүруге мүмкіндік болмай тұр. Жалпы көлік жаңа, сырты да жақсы екен. 1.6 қозғалтқыш көлемімен Daewoo Nexia 2 автокөлігі. Ee, 2012 жылғы Nexia 1.6 қозғалтқыш көлемімен 2 миллион 300 мың сұрап тұр екен. Телефон номері. Көліктің сыртқы шанағы жақсы, жұмысы жоқ. Келесі Mercedes автокөлігі 124 кузовта 89 жылғы 2.3 қозғалтқыш көлемімен 1 миллион 500 мың сұрап тұр екен. Брат, номер қандай? Телефон. Телефон. Жоқ, номер. Егесінікі. 778 Аха. 694 34 34-31. Осы номерге хабарласасыздар. Көліктің жалпы сыртқы шанағы жақсы. Так, келесі көлік. Бізде Chevrolet автокөлігі 2014 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлемімен 4 миллион 500 мың сұрап тұр. Телефон номері. Көліктің сыртқы шанағында сәл бір жерінде ғана жұмыс бар екен. Газ, бензин көлікте. Так, Mitsubishi автокөлігі 2007 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлемімен
217 мың жүрген. 3 миллион 400 мың сұрап тұр. Телефон номері экранда көрсетілген. Егерде қызыққандар болса хабарласып көріңіздер. Қорабы механикалық. Сыртқы шанағы жақсы. Келесі Кобальт автокөлігі. Бұл көлік 22 жылғы, телефон номері 8900 ғана жүрген екен, 7 миллион 700 мың сұрап тұр. Енді сәл қымбаттау сияқты. Салонда осы баға қателеспесем тұрған. Көресіздер, егер қызыққандар болса хабарласып көріңіздер. Келесі көлік Mitsubishi тағы бір автокөлігі 2011 жылғы 2 қозғалыш көлемі 6 миллион 700 мың сұрап тұр екен. Телефон номері. Қорабы автоматтық. Outlander Sport дейді. Nexia 1 автокөлігі тағы да келесі бір. Орыс учет екен. Көрет алынды, осы көрсетілген. Так, мына жақта Opel Vectra автокөлігі 93 жылғы 1.8 қозғалыш көлемі 1 миллион 300 мың сұрап тұр. Қорабы механикалық. Салон. Хабарласып көріңіздер. Так, келесі тағы да бір Opel автокөлігі 94 жылғы 1 миллион 400 мың сұрап тұр. 2 куб. Егесінің номері көрінбей қалған екен. Егесінің номері механикалық қорап. Келесі Audi автокөлігі. жылғы 1.8 қозғалыш көлемімен 1 миллион 200 мың сұрап тұр. Телефон номері. Қызыққандар болса хабарласып көріңіздер. Біз былай қарай жылжик. Lada Granta автокөлігі. Көлік 2020 жылға 3 миллион 800 мың сұрап тұр. Телефон номері. Автоматты қорапта. Сыртқы шанағында ешқандай бір жұмыс көрінбейді. Хабарласып көріңіздер. Келесі Devo автокөлігі. Көлік 98 жылғы 1.8 қозғалыш көлемімен 1 миллион 800 мың сұрап тұр екен. Телефон номері экранда. Егерде қызыққандар болса хабарласып көріңіздер. Келесі Priora автокөлігі 2012 жылғы 1.6 қозғалыш көлемімен 2 миллион сұрап тұр. Бағасы. Телефон номері көрсетілді. Егерде қызыққандар болса хабарласып көріңіздер егесімен. Көліктің жалпы сыртқы шанағы айналып өтейік. Ешқандай жұмысы жоқ көліктің сыртқы шанағында. Қалған егесінен біле жатасыздар. Хабарласып көріңіздер. Volkswagen Venta автокөлігі 92 жылғы 1.8 қозғалыш көлемімен сұрап тұрған бағасы 1,5 миллион дейді. Көлік жабық екен, номер көрінбей қалыпты.
Бағасын біле жүрсіздер, қанша екенін, қазір қанша болып жатқанын. Келесі Prior автокөлігі 71 221 универсал. 2013 жылғы 1.6 қозғалтқыш көлеммен 2200 сұрап тұр. Телефон номері көрсетілді екенінде. Көлік механикалық қорапта, жалпы сыртқы шанағында жұмысы жоқ. Егер қызыққандар болса, хабарласып қойыңыздар. Мұндай Audi келесі автокөлігі S3 жылы 88 жылғы қозғалтқыш көлем 2.3 дейді, механикалық қорап, 5 ступка. Телефон номері көрсетілген. 1.100.000 сұрап тұр екен. Так, келесі көлік 98 жылғы 7 миллион сұрап тұр. 77-57-22-90 номеріне. Егер қызыққандар болса, осы номерге хабарласыңыздар. Келесі 14 автокөлігі 2012 жылғы 1.5 қозғалтқыш көлеммен 1.500.000 сұрап тұр екен. Телефон номері. Көлік жабық екен. Егер де көлікке қызыққандар болса, хабарласып қойыңыздар. Так, достар, келесі Devo Matiz автокөлігі 2007 жылғы 1.600.000 сұрап тұр. Телефон номері экранда көрсетілді. Сыртында сәл-мәл аз жұмысы бар. Егер де көлікке қызыққандар болса, хабарласып қойыңыздар. Қорап механикалық Matiz'де. Так, мынадай бір BMW тұр екен. Ақ түсте. 91 жылғы 2.5 қозғалтқыш көлеммен 2 миллион сұрап тұр. Келісімі бар. 705 телефон номері 215-67-31. Көліктің жалпы сыртқы шанағы жақсы, механикалық қорап. Келесі 124 кузовта Mercedes автокөлігі. Қорап автоматтық. Капотта жұмысы бар, крас етілу керек. Красканы талап етіп тұрған сияқты. 90 жылғы 2.3 қозғалтқыш көлемі 1.500.000 сұрап тұр. Телефон номері экранда көрсетілген. Так, келесі достар, мынандай Niva түсіре кетейін. Niva автокөлігі 2008 жылғы 1.7 қозғалтқыш көлеммен 2.800.000 сұрап тұр. Телефон номері 707 216 91 93. Екі есікті көлік. Көліктің жалпы сыртқы шанағында жұмыс жоқ. Хабарласып көріңіздер.